сөйлесу кезінде кездесуге уақыт болмады. Одан кейін енді барлығын ашық айтып жатыр ғой. Баласақан мен негізі ешкімді түсіргім келмейді бұл жерде, қыз баланы. Маған басында келген кезде айтқан болатын. Қазір сіздің айтып жатқан сөзіңізден мен түсіне алмай жатырмын, сізді мен бірден кінәлі қылғым келмейді. Себебі мен нақты не себеп болды екен деп мені сұрап отырмын, иә. Сөйтсем, жалпы сіз кездесуге шақырыпсыз. Расын айтып отыр. Одан кейін келесі кездесуге бара алмай қалыпсыздар. Бірақ ортада бір қыз пайда болды. Әрине, енді шындығын айтқанда, бұл Қос-лайк бағдарламасы қаншама миллион көрерменнің алдына шығып жатыр, және жалпы сіз ортақ нөмір бар, ол жерге түрлі қыздар, жігіттер жазады, мен үміткер болғым келеді деп. Бірақ мен түсінбей жатқан қай жерде қателік кетуі мүмкін? Ол қыз сізге алдын ала келгісі келген бе, әлде біз көрмей қалғанбыз ба, не болған? Мен соны сұрағым келіп тұр. Ол адамды мүлде танымаймын, Баласақан. Содан кейін маған жазған болатын, если таныстарың тоқтаса, мен саған ғана барым келеді деген. Мен ол кезде редакцияға жазасың, только солар ғана шешеді дегенде айттым. Иә. Бізде енді одан кейін. Сіз не деп жауап бердіңіз? Редакция шешеді. Таныстық тоқтаған кезде маған келуге болады деп айттым. Одан кейін де ол жазып жүрді. Бізде негізі айтып жатыр ғой, маған жазып жүрді деген нені білдіреді? Жаңағыдай Баласақан жазып жүрді. Тоқтады ма деп па? Инстаграм арқылы тоқтады ма, осындай деген сияқты. Себебі ортаға шықпағандарында көп болды дегендей қылып, бір аптаның көлемінде ма, одан кейін жазған болатын біз таныстық басталғаннан кейін. Бізде енді Баласақан айтып жатыр ғой, сол қыз жазғаннан кейін барып бізде таныстық тоқтады деп. Негізі олай емес. Иә, басында бірінші күні қалай басталды, соны айтшы. Басында бірінші күні осы жерден шықтық қой біз. Телефон арқылы сөйлескен кезде қалай болды диалог, соны айтыңызшы ма? Мен сізді просто айтқым келіп отқан жоқ ол нәрсені өзім. Мен эфирге шыққым келмейді деп айттым, оны бағанада айттым ғой. Иә, Баласақан. Сіз неге шыққыңыз келмеді? Ол өзімнің жеке проблемаларым бойынша мен эфирге шыққым келмейді. Таныстықты ортада өзіңіз тоқтата салыңыз, мен келмей қояйын дедім. Сіз яғни эфирге келген күні кеште эфирге шыққым келмейді деп ойлайсыз? Кеште, иә. Бірақ сонда да бізде сөйлесулер жалғасты. Тимур, сіз жазып жүрдіңіз ғой, жаңағы сөйлесейік, кел. Одан кейін, бірақ мен жарайды шығамын дедім, есіңізде болса. И тура сол кезде жаңағы қыз пайда болды. Ол қыздың айтуы бойынша бұл кісілер стримда танысқан екен. Екеуі біраз болғанда білмедім, бір 2 аптаның көлемінде сөйлесіп жүрген болатын. И не деп айтып еді? Жоқ, Баласақан, біз одан мен шын айтайын, даже мен одан түрінде көрген жоқпын, міне. Рас айтайын, бұл жерде енді мен даже одан түрінде, бейнесінде көрген жоқпын. Сіз редакцияның нөмірін бердіңіз бе? Мен редакцияның нөмірін бердім, просто ол маған жазды. Артық әңгіме жоқ қой ол? Артық әңгіме жоқ. Артық әңгіме болмағанда Баласақан, енді таныстық тоқтап қойғаннан кейін мен адамға айтқаным бар. Бізде таныстық тоқтады, біз ортаға шығып айтамыз, содан кейін барып келсеңіз болады дегенде мен оған